Ел ырзығын шашпай төкпей уақытында ысырапсыз жинап алар. Межелі мақсаттың үдесінен көрінген Жаңақорған ауданында ауыл шаруашылығы өнімдерінің жәрмеңкесі өтті. Кент орталығындағы Хорасан көшесін ұзына бойына алып жатқан ауыл шаруашылығы өнімдерінің жәрмеңкесіне таң азанымен жан-жақтан ағылған алушылар сауданың базарын қыздырып жіберген. Сыр елінің бренді ақ күріштен бастап әртүрлі өнімдер аймағымыздың аста төк байлығын көрсеткендей. Алтын көздің толымда тартуы боларлық осы молшылықтан молырақ қамтып, қыстық қорын қарпып қалғысы келген кент тұрғындары қалталы қапты арбалы көлікті алып жатыр. Алушылар арқалап тасыған сайын ар жағынан тасқындап өніп жатқандай жәрмеңкенің базарлығы таусылар емес. Қыстың қамын күзде ойлаған жаңақорғандықтар үйімен екі отана жол қылған. Алғаны арқалап апарпастан қапшылар қызып жәрмеңкенің қан базарына қайта асылуда. Халықтың айтуынша мұндай жәрмеңкелер жиі өтіп тұрады. Бірақ бүгінгісі ерекше, бағалары да салыстырмалы түрде арзан дейді. Ал енді ағайын, мына бүгін біздің Жаңақорған деген аудан осы қазір тұрған жерімізде. Осы Жаңақорған ауданында бүгін үлкен кәдімгі айтулы мерекеге келіп қатысып атқан жайымыз бар. 4 бірдей мереке екен бүгін байқап тұрсаңыздар. Ауданның 95 жылдығы деген бар. Сосын мынау күзгі жиын терін республика күні деген бар. Сосын жаңа күзгі жиын терін осы көктемде жазда бүгін жыл бойы атқарған еңбектің нәтижесі көрініп тұр қазірден байқасаңыздар. Жұрт өзінің өсірген дақылдарын әкеп, жұртқа көрсетіп жатыр, сатып жатыр. Үлкен мерекенің ішінде жүрміз осы күнде. Ал енді бұл біздің ауданның еңбекшілерінің нәтижесі ғой, жылдың нәтижесі. Мұнаны жағалап қарасаңыздар, қандай тамаша көрініс, өте тамаша көрініс. Жағалап қарасаңыздар, осы адамға керектің бәр түрі осы жерде. Соны қызықтап жүрген жай бар енді осы. Бар азық-түлікті көшеге шығарып, жұртшылыққа ұсынып жатыр. Бәрі әдемі жақсы бағада, халыққа тиімді бағада. Осы бағада өзіме біраз нәрсе алдым. Қалтама дорбамы салып келіп едім. Бір дорбаны ауылға үйіме жіберттім. Енді қалғанын тағы аралап алуға келісіп жатырмын. Барлық баға ұнады маған. Көпшілік қауым, алыңыздар, ішіңіздер, жеңіздер, ас болсын, бұйырсын. Міне қандай жақсы жәрмеңке. Баға деген өте тиімді болып жатыр біздерге. Арзан, базардағыдан гөрі жақсы нәрсе. Өкіметімізге рахмет, аудан әкіміне рахмет, барша халыққа рахмет, тек жақсылық болсын, амандық болсын, айналайын. Осы келіп ала беріңдер, бұйырсын, ас болсын. Бүгін Жаңақорғанымызда үлкен шара болып жатыр. Жақсы азық-түліктер келіп жатыр. Құда қаласа қыстық азықтарымызды алып құрбымызбен келіп, мынау Жаңақорғанның қыстық азығымызды, асқабағымызды, картошка, пияздарымызды алып, немерлерімізден келіп, қуаныштымыз. Ауданымыз бірінші орын алып, оған да қуаныштымыз, алтын күзіміз өте жақсы, бағалары қолжетімді, арзан. Құда қаласа елдің тыныштығын берсін Алла. Осындай іс-шаралар бола берсін. Еңбек ардагерлері оза берсін. Менің атым Алдаберген Ұлтуар, ардагер пенсионерім менде. Биылғы жыл өте бәрімізге қуанышты жыл болып жатыр. Өткені біздің әкіміміз Жолгелді Мұратұлы өте бізге жақсы жағдайлар жасап жатыр. Кегелі Алладан қайтсын. Өте халықтың жағдайын жасап, халықпен бірге санасып жатыр. Біз биылғы жылы барлық егіннің жиылуына қарай үйге өз керекті жаңағыдай картоп, жуа бәрінде қолжетімді бағада алып, ал үйге қуанып қайтып баратырмыз жолдастарымызбен. Рахмет сіздерге. Сейтәлиев Талғатқа, мынау әкімгершілікке көптен көп рахмет. Мынау бүгін енді алдымыз қыс қой деп, қысық азығымызды жинап алып жатқан жайымыз бар. Осыны ұйымдастырған осы кісілерге көптен көп рахмет. Міне арзан бағада келіп жатыр екен. Өте көңілдіміз. Аллаға шүкір. Көптен көп рахмет деп айтып жүрмін. Енді көңілім өте көтеріңкі. Елдің бәрінің көңілі көтеріңкі. Әрине, арзан бағада алған неге жаман болсын? Міне асқабағымызды балаға асып береміз. Картошка, сәбіз, пияз, қысқы азығымызды жиып алған жайымыз бар. Күрішімізді айтсайшы. Қандай өзімізден шыққан күріштер мықты. Рахмет. Жаңарық ауылдық округынан келіп тұрмыз. Жаңақорғанның 95 жылдығына қарсы жәрмеңке ұйымдастырып жатыр екен. Енді халыққа товарларын
барлығы шығарып жатыр. Біз өзіміз Жаңарық елді мекені күрішпен, егін шаруашылығымен айналысады. Биыл судың тапшылығына байланысты біршама қиындықтар болды. Соған қарамастан өзіміздің шығарған күрішіміз бар, асқабағымыз бар. Соны әкеп жәрмеңкеге халыққа жеткізіп жатырмыз енді. Енді бағасын асқабақтікін 170 теңгеден, күріштікін 400 теңгеден қойып жатыр. Енді қол жетімді деп ойлаймын енді өз басым. Енді халыққа тиімді бағада қойылып жатыр. Бүгінгі жәрмеңкеге Көктөбе ауылынан келіп отырып, алма кеп отырып, осы алмамен айналысып жатқанымызға 4-5 жыл болды. Жаңаорған кентінің әкімдеріне рахмет. Осындай жәрмеңке ұйымдастырып, осындай халыққа қол жетімді бағамен алманы беріп жатырық. Bir тоннаға жуық алма алып келдік. Құдайға шүкір өтіп жатыр. Алмаға бүгінгі сұраныс жақсы болып жатыр. 1 тоннадай алып келдім дедім, жаңа енді қаласа біраз өтіп қалды. Рахмет халыққа. Жәрмеңке барысын бақылап тұрғындар базынасын тыңдауға арнайы аудан әкімі Мұрат Тілеумбетов келіп, ауыл шаруашылығы өнімдерінің жәрмеңкесін асықпай аралап, халыққа ұсынған тауарлардың сапасына және бағасына тәнті болды. Халыққа сыншы ғой, бәрін біледі. Дәмнің қандай екенін, піскен уақытта қандай болатынын, жегенде сондай бір сүйкімді болатынын. Көп адам айтып жатыр. Азық-түлік бағаларын тұрақтандыру мақсатында өткен жәрмеңкеде ауданның 26 ауылдық округінен 30-ға жуық жүк көлігіне тиелген 121 тонна өнім Жаңақорғандық ағайынға төмен бағада ұсынылды. Мінекей биылғы жылғы егін науқанында өз межесіне жетті. Аудан бойынша биыл 2023 жылы жалпы 36 мың гектарға жуық көлемге егіс дақылдар орналастырылды. Оның ішінде 12 мың гектары дәнді дақылдар, 22 мың гектары мал азық дақылдар, 3 мың гектар бақша көкөніс дақылдары және 2 мың гектар майлы дақылдар орналастырылды. Негізгі дақылымыз күріш дақылы 7900 гектар көлемге орналастырылып, одан әр гектарынан қазір 56-3 центнерден орташа өнім алдық. Биыл еңбеккерлердің, яғни дала еңбеккерлерінің және диқан қауымның еңбектері еселеніп, биыл су тапшылығына қарамастан өздерінің бейнеттерінің, маңдай терінің жемісін көрсете білді. Оның бір айғағы кеше облыс көлемінде аталып өткен алтын дән 2023 салтанатты шарасында Жаңақорған ауданы осы ауыл шаруашылығы қорытындысымен үздік аудан атанды. Жалпы біз биыл қамбаға 34 мың тонна дән дақылдар құйдық және 80 мың тоннаға жуық бақша көкөніс дақылдарын құйдық. Соның нәтижесінде осындай көрсеткішке қол жеткіздік. Бүгінгі жәрмеңкеге 26 ауылдық округтен 121 тоннаға жуық өнімдер әкелініп, қазір нарық бағасынан 15-20% төмен бағада осы тұтынушыларға үлестіріліп жатыр.